Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жазушы Дулат Исабековтың «Әпке» драмасы. Сабағымыздың мақсаты шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Дулат Исабековтың «Әпке» пьесасының жазылу тарихы бойынша түсірілген видео үзікті тамашалаңыздар. Әпке туралы әңгіме көп. Әпке қанатымен су сепкен қарлығаштай бауырлар үшін бар қызығын құрбандыққа шалған қазақ қыздарының типтік образы. Бауырына туған баласынан да артық қарау қазақ қыздарына ғана тән мінез. Қанша жыл өтсе де, әпке қоғамға өзінің актуалдығын жоғалтқан жоқ. Бауырмашылық азайған заманда көрерменнің әпкені қайта-қайта сағынатыны да сондықтан шығар. Әпке менің өзімнің өмірім ғой. Егерде әпкелерім болмаса, біз қалай болар? Егерде үш баламыз, ер бала, күйеуге тиіп кеткен әпкелерім кезек-кезек келіп, үлкен ағам 10-шы класста оқиды. Әкеміздей болып кетті деп жүрміз ғой енді. Bir жыл болды, қайтыс болғанда бара жатырмын. Менен үлкен сияқты көрінеді, сөйтсем 6 жас па, 5 жас па сондай ақ екен ғой арамыз. Міне сол үшеуміз қалдық қой енді. Ол кезде ол 10-шы класста оқиды. Оқуға түсем деп жүр. Оқуға түсіп те қойған. Ол кездегі заң бойынша мектепте 10-шы класста үздік оқып жүрген балаларды екінші жарты жылдықта жоғарғы оқу орындарында тізіміне енгізіп қояды. Мен ағам солай болды. Шымкенттің технологиялық институтына тізімі еніп қалған. Бір жақсы замандар еді ғой, қазіргідей емес. Сөйтіп оқуға түсем деп жүрген кезде бәрі план жоспарым бар. Быт-шыт болып, апам қайтыс болғаннан кейін үйленуіне тура келді ғой. Сол әпкем кезек-кезек ағам үйленгенше, анамыз қайтыс болғаннан кейін кезек-кезек бір айдан, 2 айдан жатып, тіпті ағам үйленгеннен кейін де келін үйренсін деп қасымызда болды. Сонда ғана әпкемнің айтқан сөзі, кейінен пеші жазуыма тікелей түрткі болған, есімде қалған осы сөз. Жездем келеді ғой, үйге қайтасыңдар ма, қайтпайсыңдар ма? Біздің де бала шағамыз бар ғой. Бізде кәдім кір сасып, қоңырсық сасып кеттік қой. Үйде тамақ жоқ. Не сен бауырларың балада, біздің өзіміздің баламыз бала емес пе дегенде үлкен әпкемнің Бибіғалидің айтқаны. Қақсамай кете бер. Баланы өзің бақ керек болса. Маған баладан гөрі бауыр қымбат деген. Енді өйткені бауыр тауып береді шешеміз жоқ деген. Осы сөзді мен айта аламын ба қазір мәселен? Осы сөзді айта алатын адам бар ма қазір? Өз баласын тәрк етіп, бауырларды бірінші орынға қойған. Содан кейін ауылдағы елдің бәрінің қиындықтың бәрі әйел адамдарының иығына түсіп жатты. Ол иығынан кетпендер қалай түспесе, елдің ауыртпалығы олардың иығына солай түспей жатты. Соның бәрі шыдады, көнді, және колхозда бір тиын еңбек ақы алмай жұмыс істеуге мойын сұнды. Міне сонан барып, солардың бәрін көре отырып, мен қалай әпке туралы жазбаймын. Міне оқушылар, жазушы Дулат Исабеков «Әпке» драмасында бүтін бір әулет жүгін арқалаған қазақ қыздарының типтік бейнесін жасады. Пьесаның басты кейіпкері Қамажай өз басынан гөрі бауырларының бақытын жоғары қоятын бауырмал, мейірімді әпкелердің жиынтық бейнесі. Шығармада ұлттық мүдде, отбасылық құндылықтар, қазақ халқындағы бауыр ұғымы айқын көрініс тапқан. Кейіпкерлердің тартысынан, шиеленіскен оқиғалардан қазақ әйеліне тән ұлттық мінез, мейірімділік, жан жылуы, бауырларға деген шексіз қамқорлық әйелдің отбасы ұйытқысы тірегі екендігі көрінеді. Жеке басының бақытынан бас тартқан Қамажай әпкелік парызын адал атқарып, артынан келген бауырларын аяғынан тұрғызып, оқытып, қызметке тұрғызып, жеке отау құрып кеткенше қамқорлық танытты. Үйдегі төртеу, 4 азамат болмай, өз басының қамын ойлауға хақым жоқ деген сөз оның дәлелі. Нәтижесінде Омар мен Тимур шаңырақ көтеріп,
бірі жоғары оқу орнының кафедра жетекшісі, бірі мансабы жоғарылаған қызметкер, сіңілісі Назила мұғалім болады. Осының бәрінің артында Қамажайдың отбасы алдындағы, қоғам алдындағы азаматтық борышын орындағалы тұр. Ұлттық құндылықтардың бастысы қара шаңырақ ұғымын кейіпкер сөзіне арқау ете отырып, автор ұлттық болмысымыздағы оның киесін айқын аңғартады. Оқушылар, енді сендерге тапсырма. Әпке пьесасының идеясын, пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Оның дисциплинасы шығармада көтерілген тақырыпты болжайды, автордың ойын анықтайды, қаһармандық пафосты табады. Оқушылар, өздерің жасаған жұмыстарды дұрыс жауаппен салыстырып қараңыздар. Жалпы идея дегеніміз жазушының суреттеп отырған өмір құбылысы арқылы айтайын деген ойы. Шығарма арқылы автор қазақ қызының бауырларына деген әпкелік мейірімі мен махаббатын, шексіз қамқорлығын көрсетті. Бұл шығарманың идеясы. Қаһармандық пафос дегеніміз кейіпкердің қоғамдағы, тұрмыстағы ерекше құлшынысы, іс-әрекеті, ерлікке, тәуекелге бел байлауы. Мұны біз басты кейіпкер Қамажайдың өз бақытынан бас тартып, бар өмірін бауырларына арнауынан қаһармандық пафосты көреміз. Оқушылар, келесі слайдты шығармадан үзінділер арқылы ұлттық мүддені дәлелдей аламыз. Үйдегі төрт азамат болмай, өз басымның қамын ойлауға хақым жоқ. Бұл әпкенің бауырларына деген шексіз мейірімі. Ағаңның рұқсатынсыз үйленуші болма. Бұл аға алдынан кесе өтпеу. Сондай-ақ келеді ғой, қара шаңырақ қайда жіберер дейсің деген үзіндіден қара шаңырақтың құдіреті мен киесін ұғынамыз. Шығарма идеясы арқылы осындай ұлттық мүдделерді айқын аңғартады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.